Математика 3 сынып 55 сабақ. Екінші тапсырмада фигураның ауданын торкөз бойынша қалай табу керектігін есіңе түсір. Қатар бойынша сана. Шаршыда қанша қатар бар? Әрбір қатарда қанша торкөз бар? Шаршының ауданы қаншаға тең? 2 сантиметрге тең. Біздер жаңама торкөз бойынша санайтын болсақ, шаршының әрбір қабырғасы 2 сантиметрге тең. Шаршының ауданын табу үшін аны аға көбейтеміз, аның квадраты, яғни 2 қабырғасын бір-біріне көбейтеміз. Сонда біздерде 4 квадрат сантиметр шығады. Шаршының сонда бұл жерде ауданын табу үшін қабырғасын бір-біріне көбейтеді екенбіз. 3 тапсырмада ережені толықтыр. Тік төртбұрыштың ауданын табу үшін оның ұзындығын еніне көбейтеміз. Яғни S тең А көбейту В. 4 тапсырма. Тік төртбұрыштың қабырғаларын өлше, олардың ауданын әртүрлі тәсілмен тап. А ұзындығын еніне көбейт, А енін ұзындығына көбейт. Жауаптарын салыстыр, қорытынды жаса дейді. Бұл жерде А яғни ұзындығы 5 см, В 2 см. Біздерге бұл жерде ауданын табуымыз керек. Ауданын табу үшін Аны В-ға көбейтеміз, немесе В-ны А-ға көбейтеміз. Бұл жерде ережені еске түсіреміз. Көбейткіштерінің орнын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Яғни 5-ті 2-ге көбейтсек те 10 квадрат сантиметр шығады, 2-ні 5-ге көбейтсек те 10 квадрат сантиметр шығады. 5 тапсырма. Ауданның өлшем бірліктерін кестесін пайдалан. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. 6 квадрат дециметр тең болады 600 квадрат сантиметр. 6 квадрат метр тең болады 600 квадрат дециметр. 3 квадрат метр 300 квадрат дециметрге тең болады. 3 квадрат дециметр 300 квадрат сантиметрге тең болады. 5 квадрат дециметр 500 квадрат сантиметрге. 5 квадрат метр 500 квадрат дециметрге тең болады. 6 тапсырмада тік төртбұрыштың белгісіз қабырғасын қалай табуға болады? Кестеге қараймыз. Бірінші фигурада бұл жерде ені белгісіз. Енін табу үшін біздер ауданын жаңағы ұзындығына бөлеміз. Яғни 15 квадрат сантиметрді бөлеміз 5 сантиметрге тең болады. 3 сантиметр болады. Екінші фигурада бұл жерде ұзындығы белгісіз, ауданын еніне бөлеміз. 24 квадрат сантиметрді 4 сантиметрге бөлеміз, сонда 6 сантиметр шығады. 2 тапсырма мазмұнды есептерді шығар. Мазмұн оқып, шартын құрамыз, және де бұл жерде қай атыздың ауданы үлкен және қаншаға үлкен деп тұр. Бұл жерде сіздерге шешуін жазып қойдым. Және осы есептің әсі де соған байланысты құрылады. Шартын құрып, және шешуімен жауабын жазамыз.